Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен салқын әлі шөлді қандыратын лимонад жасаймыз. Ол үшін бізге қажет заттар: 2 апельсин, лимон, қант және салқын су. Достар, енді біз апельсин мен лимонымызды ыстық суға салып аламыз. Қабығының ашты дәмі кетуі үшін 5 минутқа. Достар, 5 минут өтті. Енді біз лимон мен апельсинімізді турап аламыз. Бірінші артық жақтарын алып тастаймыз. Енді кесеміз. Сүйегінен тазартамыз. Апельсинді дәл осылай турап, сүйегінен тазартамыз. Енді біз лимон мен апельсинді мясорубкадан өткізіп аламыз. Достар, енді біз үстіне қант саламыз. Қант согын жақсы шығарады. Араластырамыз. Енді үстіне жарты литрдей су құямыз. Араластырамыз. Суы әбден согына сіңгенге шейін 5 минутқа қойып қоямыз. Достар, енді біз лимонадымызды сүзіп аламыз. Менікі мынандай тесіктер үлкен. Есесіне лимонадымыз мякотімен болып шығады. Мінекей достар, біз бәрін сығып алдық. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Достар, енді біз үстіне тағы да су құямыз. Фильтрден алынған таза су. Енді араластырамыз. Лимонадымызды дайын деуге де болады. Бізде 2 литр лимонад шықты. Енді біз оны салқындатуға холодильникке қойып қоямыз. Мінекей достар, бізде апельсин мен лимонның дәмі ерекше болып шығып тұр. Цитрусовый лимонад пайда болды. Біз оған ешқандай бояу немесе лимонный кислота қосқан жоқпыз. Табиғи болып шықты. Ауызашуға жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шықты. Сау болыңыздар.